8 жыл болды 8 жыл болды соттасып жатқанымызға. 2007 жылы өліп қалған адам 2013-те тұрып протоколға қол қойып, өзінің жерін уступать еткендері де бар. Көрсетеміз деп кетеді, ешкімде көмегі жоқ, ешқандай көмегі жоқ. Жемегені жеді, ішпегенін ішті, жерімізді де сатты, малымызды да сатты. Болмайды сізге, сіз кезекке тұрыңыз дейді, үй алғанға. Үйді не ғой мен? Мынандай карта егенімде. Спанов Қаныбек деген кісі, бұрынғы директоры. ТО-ның. Ол ТО Қазір ТО действующий, бірақ бүткіл бәрін қарызға тығып, бүткіл бәрін қарызғып, 60 миллионға шейін қарызғып кетіп отыр ғой. Заңсыз құжат жасап, сырттарынан сатып жіберген. Бүгінгі түсірілім Қордайдан. Ауданда 19 ауылдық округ, 41 елді мекен бар. Ауданның дамуы жайлы бір қатар жақсы жаңалықтардан хабардармыз. Қордаланған мәселелерді естідік. Мүмкіндігіміз жеткенше барлығын ашып айтуға тырысамыз. Қордай аудандағы осы үйлер үй кезегінде тұрған мүмкіндігі шектеулі жандарға берілген үйлер деп табысталған екен, бірақ әлі күнге дейін құжаттары қолдарына табысталмаған, тек кілті табысталған және пропискаға, тіркеуге қоя алмай жүр екен өздерін тұрғындар. Былайша айтқанда бұл үйді кілтін табыстады, бірақ әлі күнге дейін арендатор сияқты тұрып жатыр екен. Арендасын ай сайын төлейміз дейді. Осы январ айында пропискаға тіркеу болады, бірақ одан кейін үйді белгілі сумаға сатып аласыздар деп тұрғындарға айтқан екен. Соған байланысты тұрғындар бізге арыз шағымын жеткізіп өтініштерін айтты. Тыңдайық. Ануарда әкімге дейін барды мен. Неше рет. Әкім айтты, шешіп береміз апа. Үндемеңіз, бәрі жақсы болады. Жоқ міне тоже. Ануарды жібереміз деген. Тереземді біреу сындырып кетті, соны айтсам, тоже не Ануарға айтқан, сен не қып бер деген. Апаны білесіңдер жағдайын деп. Әлі қазір күн суық кіріп жатыр сол жақта. Мынандай тесік бәрі көрді. Ануар деген ЖКХ-да қандай маман? Бастығы. Басшысы. Иә, басшысы. Әкім тапсырма берді, бірақ әкім тапсырмасын орындаған жоқ. Орындаған жоқ. Жоқ. Қызым мүгедек бірінші группа. Мен өзім құлап міне емдей алмай жатырмын. Додарға қанша жол бардым. Иә деп бір келеді, сонымен назначение жоқ ешқандай. Жатырмыз, сонымен күтіп қойып қашан келеді деп. Әкімге қашан айтқан едіңіздер үйдің пропискасы мәселесін? Қашан барып едік? Әкімге кіргізбеді ғой. Кіргізген жоқ, ана замына кірдік. Бақыт кім дейбіш деп еді? Бақыт деген. Орынбасарына бардыңыз? Орынбасарына бардық. Ол собал айтты, мына кісінің мәселесін шешіп беріңдер деп. Жарайды, мен кеттім, бітті ал мен содан. Не телефон алмайдылар, не қылмайды. Мені прописка тұрғызбаймыз деп жатыр ЖКХ. Мен анасымын ғой. Сіз дейді, қайта өзіңіз неге тұрыңыз дейді. Қалай дейді? Кезекке. Сізді пропискаға тұрғызбаймыз дейді ма? Иә. Себеп үй мына қыздікі дейді. А сізге не положено дейді. Ол қызға қарап отқан сіз? Жоқ, бұл қызға қараған тағы кіші қызым бар, опекун. Оның 4 баласы бар. Ол анияққа барады, мияққа келеді шапқылап. Мен ауырып, мен құлаудым. Маған келіп, мені қарайды байқыз сорлы қыз. Сонда пропискаға тұруға шектеу жоқ еді ғондай? Шектеу қойып жатырмыз деген? Шектеу қойып жатыр ғой ЖКХ. Болмайды сізге, сіз кезекке тұрыңыз дейді, үй алғанға. Үйді не ғой мен? Мынандай карта егенімде. Мына қыздарыммен бірге тұрсам болады, мына 2 бөлмелі не жоқ жетпейді, маған бір орын жоқ. Яғдай. Соны шешіп беріңдер, самый главный сол маған. Көшеде қалдым, не пропискам жоқ жерде. Штрафты былай не қылсам, мен оны немді төлеймін? Алғаным 96 мың теңге. ЖКХ-ға келдік, тұрғындардың айтуымен осындағы тұрғындардың жанайқайын жеткізуге. Батыс 5-ші мөлтек ауданнан келе жатырық. О жақта тұрғындарда әлі прописка қоя алмадық. Бұл мәселен сіздер хабардар деді. Әнуараға тікелей білет деді. Аудан әкімі тапсырма берді деді. Бірақ ол тапсырма әлі орындалмады деді. Ол қашан шешілетін мәселе? Бұл тапсырма қаңтар айының 20-сына дейін шешіледі. Біз БТИ-ға хат жазып, барлық құжаттарын өткізіп қойғанбыз. Бізде кезең-кезеңмен өтіп жатыр. Прописка бойынша қазір жібек жолы 510-да бірді бітіреміз. Сосын батыс 5, одан кейін батыс 6 құжаттары дайын болады. Қаңтар айының 20-сына дейін жоспарда бітетін. Сол кезде прописка тұрады. Пәтердің берілгеніне 2 жылдан асқан. Осы уақытқа дейін шешілмеу себебін айтып кете аласыз ба? Шешілмеу себебі болған кезде құжаттарын рәсімдеу кезінде бір қиыншылықтар болған. Өзіміздің стройка құрылыс бөлімімен. Қазір оның бәрі шешілді, мәселелердің бәрі. Енді қазір рәсімдеу ғана қалды, төлқұжаттарын.
Ол жердегі үйлер кезекпен және мүмкіндігі шектеулі жандарға берілді, бірінші топ, екінші топтағыларға. Яғни ол кісілерге қазір арендада тұрып жатыр, иә? ай сайынғы төлеммен. Бірақ үй пәтер кілті табысталған кезде үй кезегі бойынша алынды деп хабарлама берілді бақ өкілдеріне, Иә. Енді ол үйді ол кісілер айтады, сіздердің айтуларыңызша, енді ақшасын беріп сатып алады, бірақ сумасын әлі айтпады деді. Өйткені жекешелендіру базасын біз бір ай бұрын алдық. Қазір оқып үйреніп жатырмыз. Ол да осы жаңа жылда басталады. Жекешелендіру базасы онлайн түрінде өтеді. Әр кім жекешелендіргенге береді ғой өздері. Тапсырыс сол кезде онлайн түрінде ЕЦП арқылы бізге келіп түседі. Ол бәрі электронмен өтеді ғой. Ол да болады, ол қаңтар айынан бастап. Енді былай ғой, ол кісілер үй кезегінен алынып тасталды уже. Иә. Енді төлейтін кезде сумасы үлкен сума болса, оны төлей алмайтын болса ол кісілер. Жоқ, ол төлемеганда ол міндетті емес жекешелендіруге. Арендалық осы мысалы 5-6 мың теңге төлеп тұра береді. Егер мүмкіндігі болып жатса, 10%-ын бастапқы жарнасын төлейді, қалған 90%-ын 10 жылға, 20 жылға мүмкіндігінше бөліп береді. Пайсыз. Ол жерде төлемей алатындар да бар ма? Бар, иә, ол бірінші, екінші топ мүгедектерге безвозмездно беріледі. Бірінші, екінші топ нақты төлемей алады. Нақты төлемей алады. Тамаша. Ол жердегі қанша дом, барлық дом берілген жоқ па? Прописка? Жоқ, екі үй ғана берілген жоқ, қалғандары берілген. Енді екі үй қалды. Екі үй қалды. Қаңтардың 20-сына Батыс 5 пен Батыс 6 қалды. Мәселені қазір естідік. Батыс 5 мөлтек ауданындағы тұрғындардың жан айқайын дейміз, айтарын дейміз, іштегісін дейміз, ЖКХ-ға жеткіздік. Мәселе 20 қаңтарға дейін толық шешіледі деді. 20 қаңтарды күтейік. Ноғайбай ауылына келдік. Ауылға кіреберістегі арка керемет екен енді. Жолы тақтайдай теп-тегіс. Әрі қарай ауылдың жағдайын көрейік. Кеттік. Ауыл ішінде келе жатырық. Жолдары жаман емес, асфальт төселген, көше жарықтандырылған. Қандай үлкен медпункт бар екен. Тамаша, керемет. Бір таңғаларлығы айта кететін жағдай, бұл ауылда колледж бар екен. Қордай сельхоз колледж бар екен. Ауылда. Оның общежитиясы бар дейді жататын. Керемет қой жалпы. Енді қазір ауыл тұрғындары бізді көре сап, тез жиналатынын айтты. Айтатын бір маңызды мәселелері бар екен дейді. Құлақ түрейікші. Ноғайбай ауылына келген едік, халық бірден жиналды да әбден қордаланған мәселені айтты. Айтуларынша 64 адам өзіне тиесілі жерін пайдалана алмай отыр. Қаныбек атты кәсіпкер жалған құжат жасады дейді, сөйтіп сырттарынан сатып жіберді, болмаса қарызға қойды деп жатыр. 8 жылдан бері соттасып келе жатыр, сот шешім халық жағына шықса да жерді әлі күнге дейін пайдалана алмай отыр. Осы мәселені шешіп берсе деген арман тілектерін жеткізді. 8 жыл болды соттасып. 8 жыл болды соттасып отқанымызға. Халық өз жеріне өзі пайдалана алмай отыр. Кім пайдаланып отыр? Бөгде басқа адамдар бәрін жерін бәрін сататын сатып, жаңағы бұрынғы директор былықтың бәрін істеп сатып кетіп қалып отыр қазір. Мысалы, даже қылмыстық іс қозғата алмай отыр. 2007 жылы өліп қалған адам 2013-те тұрып протоколға қол қойып, өзінің жерін уступать еткендері де бар. Мәссаған. Вот сол міне қылмыстық іс қозғатып, міне 3 жылдан асты, әлі қылмыстық іс қозғата алмай отыр. Кім ол кісінің аты жөні? Спанов Қаныбек деген кісі, бұрынғы директоры. ТО-ның. Ол ТО қазір ТО действующий, бірақ бүткіл бәрін қарызға тығып, кәдімгі бүткіл бәрін қарызғып, 60 миллионға шейін қарызғып кетіп отыр ғой, ТО-ны. Жалған құжат жасаған ғой. Жалған жасап отыр ғой, өйткені мына кісілердің бәрінің жерлері, осы кісілердің ешкімнің қолынан, бәрінің қолын подделка жасап, мысалы, жаңа өліп қалған кісі 13-ші жылы тұрып кеп, мысалы, өзінің жерін беріп отыр. Мына Асырабаева Фарида тәте деген кісі, ол кісінің жерін 2 рет сатып жіберіп отыр. Бір рет Бейсенбин Айдар Бекжан деген ағайындыларға сатып отыр. Бір рет Қарқынбаев Ғалымжан деген, вообще бұл тоға шатағы жоқ, ешқандай несі жоқ адамдарменен. Негізі ол жерді сіздер арендаға бергенсіздер, Арендаға берген жоқпыз. Біз жаңағы бұрынғы басшы бәрін құрап, мысалы, өкіметтен 49 жылға арендаға берді ғой. Полностью халыққа жерлерді арендаға берген. Сол арендаға берілген жерлерді субарендаға беріп тастап отыр ғой бұл кісі, бұрынғы директор. Сіздер өздеріңіз білесіздер, ешқандай жер субарендаға берілмейді. Ол только арендный
жерлер ғой önce өкметтен 49 жылға халыққа бөліп берген. Сіздер ақша алды деп сіздер ақша алмағандарыңызды дәлелдей тұрсыздар ғой, сатпағандарыңызды ештеңе, жалпы ақша алған жоқсыздар ғой ол кісіден? Ешкімнен ешқандай ақша да алған жоқ, ештеңе алған жоқ. Айтып тұрмын ғой, жалған протокол жасап, мысалы, любой жерді берілетін, любой нәрсе ол протоколменен, туының протоколменен составить етіп берілу керек. Ол туының протоколын өтірік составить еткен, өзімнің анамның да жерін, мысалы, беріп жеріп отыр да, қолын подделка жасап, қолын жасамаған да, қол қоймаған, фамилиясын жазасаған, содан кейін сотқа барып айтып отырсақ, сотта айтады, жаңағы адвокат айтады, бұлар қол қоя алмайды, содан кейін фамилиясын жазған ғой деп. Содан кейін оны анам дәлелдеді сотта негізі. Бірақ қазір соттың шешімі болған күнде де біз әлі пайдаланамай отырық, өйткені сол баяғы миллионерлер өнше алып алғандар жерлерін бәрін. 1000 гектарлап, 800 гектарлап. Сонда әшейін қолхатпен алып жатыр ма жерді? Нотариуссыз? Қолхат емес, жаңағы ненің протокол, өтірік протокол, жалған протокол жасаған, қол қойылмаған адамдардың бәрін жерлерін қолдарын қойып, жерлерін через протокольно кәдімгі акиматқа өткізіп, акиматтан решение шығартып, кәдімгі как положено Қарқынбаев Ғалымжан деген бар о жерде, Тілеубердиев Кенжебай деген кісі бар, Бейсенбин Айдар, Бейсенбин Бекжан деген кісілер бар, Қартайғанова Бибінұр деген кісі мысалы 740 гектар жерде отыр. Ой, бала, жалпы қанша кісі зардап шегіп отыр бұдан? Бұйырды қазір общий, қазір бұл туының адамдары 64 адам, действующий. Саған қанша гектар кетіп қалды жалпы? Жайылымдығы бар, және егілетін жерлері бар, где-то около 3000 гектар жер кетіп отыр. Саған. Жаңа Қаныбек деген кісі, қай жақта кісі? Ол кісі осы Қордайда тұрған, қазір алды да Алматыға көшіп кетті, білмеймін. Ол кісінің мысалы уже 3 жыл болды мына үстінен қылмыстық іс қозғатамай жүрген. 3 жыл болды мына осы халықтың бәрі үстінен қылмыстық іс қозғатамайды. Осыменен 2 прокурор ауысты, 3 ауданның жаңағы әкім ауысты, бәрінің айтатын ойбай қатырамыз істейміз дейді, ровд ауысты. Қазіргі әкімге жетті ғой, Бекзат Бек. Қазіргі әкім баяғыдан біледі ғой. Ол кісінің өзіне жеке айттыңыздар ғой, қабылдауында да, қабылдауында өзі жаңадан болған кезде қабылдады бізді. Сол кезде бәрін түсіндіріп айтқанбыз, бұның бәрін. Бұл кісі баяғыдан біледі. Бұл кісі заң болып кетті ғой бұл жерде. Бірінші заң болып кетті, содан кейін облысқа кетті. Облысқа да бардық біз. Облыс әкімге де бардық. Аудан әкімі шешемін деді ма бұл мәселе? Жоқ, ондай сөз шыққан жоқ. Бұны только сот арқылы ғана шешесіңдер, менің қолымнан ештеңе келмейді дейді. Сотпен ғана шешесіздер болды деді. 13-ші жылы тіріліп кеп қол қойыпты. Менің жерімді өзіне алып басқаларға сатып отыр. 2006-да 2006-да қайтыс болған адам 13-те тіріліп кеп қол қойып сол Испандыққа беріптіміз. Испанов оны тағы басқаларға беріп жатыр. Қанша жылдан бері барып жатырмыз, мен сені танымаймын дейді. Мен өмір бақи соның қол астында істедім. Бұрын ана жақта бригадада болғанда да істедім, ерге тек мен сені танымаймын, білмеймін дейді. Сондай нағылилығы соншалықты. Өзі басқа жақтан көшіп кеп, біздің ауылымыздың бәрін алан тара жаға салды. Мынау қандай қырман болатын, жемегені жеді, ішпегенін ішті, жерімізді де сатты, малымызды да сатты. Істемегені жоқ, техниканың бәрін сатты. Оған ешқандай қолданысы жоқ дейді. Келеді, осылай сөйлейді, айтады, мақұл көрсетеміз деп кетеді. Ешкімде көмегі жоқ, ешқандай көмегі жоқ. Ал сот бірақ заңсыз деп таныды ғой. Заңсыз деп таныды, заңсыз деп. Бірақ бәрібір біз әлі пайдаланамай отырмыз. Сол отырғандар госакциялардың атынан, өйткені біз қазір даже тіркете алмай отырмыз. Өйткені туының бәрін арестқа қойып тастаған 60 миллион қарызы бар. Туу действующий вообще ештеңе жұмыс істей алмай отыр. 4 жыл бұрын, 5 жыл бұрын осының бәрін дәлелдеп, облысқа прокуратураға қағазға апарған. Соны облыс прокурор, заң прокурорға сол отыр, бұл кісі мынандай қылмыс үшін сотталады деп айтқан. Соны біз кеткеннен кейін болды, қайтадан дело жоқ болды. Қайырлы күн, Бекзат Сейсенқұлұлы, сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Бірден сұрақтан бастап кетсек. Қайырлы күн, жақсы. Бітуі жыр болып кеткен бар болған 16 шақырымды құрайтын үлкен Сұлутөр мен Көктөбе тас жол жұмысы аяқталды ма? Аяқталды. Толығымен. Тамаша. Жұмысын өз уақытынан кешіктірген мердігерге қандай шара қолданылды?
Енді келісім шарт бойынша жұмыс орындалды толығымен. Енді жұмыс беруші біздің аудандық ЖКХ бөлім болып табылады. Бөлім басшысы өз тарапынан ол мәселені қарастырады заң шеңберінде. Алдағы уақытта. Алдағы уақытта. Ауданда елді мекендердің қаншауы ауыз сумен қамтылды? Индикатор бойынша 100%. 100% қамтылды. Қамтылды, иә. Ауданда 41 елді мекен бар. Қазіргі таңда 41 елді мекеннің бәрі ауыз сумен қамтылған. Енді тағы да жаңартудан өтетін ауылдарымыз бар. Жүйесі тозған. Оның ішінде Күнбатыс 2 ауылындағы ауыз су құбыры. Иә? Иә. Ол қашан өтеді деп жоспарланып отыр? Жоспарға енді биыл аяқталуға тиісті. Жыл соңына дейін. Осы 10 күндікте. Міндетті түрде. Яғни су тоқтамайды. Тоқтамайды. Тамаша, керемет. Біз қазір ғана барып келедік, Ноғайбай ауылына бардық. Ауылдың жағдайы жақсы, медпункті жарық жүрген, жоқ жақсы. Бірақ ауыл тұрғындарынан бір мәселе шығып тұр. Хабардар боларсыз, 8 жылдан бері соттасып келе жатырық дейді. Жер мәселесі, 64 тұрғынның жері. Біраз тұрғын жиналыпты, сізді хабардар деді, облысқа да бардық деді. Осы мәселе бойынша не дейсіз? Казексимді айтып отырсыз ғой? Иә, ТО Казексим жер ма? Ақтас деді. 64 тұрғын деді. О жерде Қаныбек Испанов атты азамат. Сізге кездескен тұрғын қандай мәселе айтты? Тұрғындар маған кездескені. Бізге айтқан мәселесі сот шешімімен өзімізге тиесілі жерді қазіргі таңда өзіміз пайдалана алмай отырмыз деді. Енді Ақтас Қордайға қатысты бізде бірнеше бұл 15 жылдан бері көтерілген мәселе болатын. Осыдан 2 жыл бұрын бұл мәселе шешімін тапқан. Ақтас Қордай жаңа кәсіпорын басшысы, шаруашылықтың басшысы Қаныбек Испанов деген мырза өз еркімен ол жерден басшылықтан шығып, түгел жаңа кәсіпорынды жаңағы 2000 гектарға жуық жерімен сол пай үлестеріне қайтарып берген болатын. Содан кейін ол ауылдың тұрғындары бізге бұл мәселемен қайрылған жоқ. Қайтарып берді дейсіз бе? Иә, Испанов мырза. Испанов Қаныбек деген мырза, сол Ақтас Қордайдың басшысы болатын. Пай үлескерінің талабы сол басшыны жаңа кәсіпорыннан шығару болатын. Сонда келісімге келіп, олар өзі басшысын ауыстырып, толықтай кәсіпорынды өзінің басшысын сайлап, жерлерін қайтарып алған болатын. Бізге жеткен ақпарат бойынша заңсыз құжат жасап, сырттарынан сатып жіберген деді. Қазір бізде видеода да тұр. Ақтас Қордай. Аха. Жақсы, біз нақтылап білейік тағы да. Қазіргі таңда ол жерді өзіміз пайдаланып отқан жоқпыз дейді, пайда алып жатқан жоқпыз, өзіміз пайдалана алмай қалдық, сот шешімімен өзімізге берілді. Бірақ енді ол кісілердің жаңа айтуынша алдағы уақыт шешілмесе президентке үндеу жасаймыз деп отыр. Но мен сізге жаңа жауап бердім ғой. Бізге қайрылған жоқ. Қарастырасыздар қайрылса. Әрине. Түсінікті. Шу Қайнар жолы, республикалық маңызы бар жол. Бірақ Көк Қайнар ауылы сіздердің теңгерімге кіреді ғой. Яғни бұл жолдың теңгерімге кіргендіктен қашан жөндеуден өтетіні жайлы ақпаратты білетін боларсыздар. Сол жерде не дейсіз, айта кетсеңіз, халық көп сұрап жатыр соны. Иә, енді жаңа өзіңіз айтып өткендей, республикалық маңызы бардың жолдың бәрі мемлекеттік мекеме бар, Қазсервис, Қазавтожол дейді. Сол мекеменің құзыретінде. Ол 58 шақырым автожолдың құрылысының жұмыс тапсырушысы да сол Қазавтожол болып табылады. Енді біз әрине жолдың басы біздің Қордай ауданында болып тұрғаннан кейін басқарма басшысымен Айжан Қалкенқызымен жиі байланысып отырамыз. Соңғы кездегі алған ақпарат бойынша көктемде бұл жұмыс жалғасын табады, жолдың жөндеуі. Керемет, жақсы. Биыл басталуы керек болған аудан орталығындағы кептеліс мәселесін шешуге бағытталған көпір құрылысы. Құжаттары бір рет қайтарылды сараптамадан. Екінші рет сараптамаға жіберілген болатын. Сараптама нәтижесі қалай келді? Мемлекеттік сараптамадан әлі шыққан жоқ. Жоба шыққан кезде ол жобаны міндетті түрде іске асырамыз. Ол келесі жылға, немесе арғы жылға өтпелі? Келесі жылға. Бітеді келесі жыл. Жоқ, бітпейді. Келесі жыл біз бастауға ниеттеніп отырмыз.
Мемлекеттік сараптамадан шықса, бюджеттік тапсырыс беріп, енді ол жобаны өзіміз бастаған болатынбыз. Аудан орталығында күрделі мәселе болғандықтан. Енді жаңағы мемлекеттік сараптамадан шықса, міндетті түрде оны іске асырамыз. Сізге соңғы сұрақ, осы әкім болғалы ең маңызды шешкен 3 мәселеңізді тізбектеп айтып берсеңіз, және алдағы уақытта діттеген мақсатқа қойған ең маңызды шешетін 3 мәселеңізді айтып берсеңіз. Көздеп отқан. Қызық сұрақ. Енді мәселе көп қой. Бізге дейінде біздің әріптестеріміз көп жұмыс бітірген. Біз қазір сол жұмысты жалғастырып жатырмыз. Әрине, енді әлеуметтік салада нысандарға келетін болсақ, жалпы ауданда 19 округ бар, білесіз, 41 елді мекен бар. 100% газбен қамтылған. 19 округтың бәріне газ барды. Ауыз су кезегімен жаңартылып келетір. Жарық мәселесі, мына жақында үлкен жоба, мына ВЛ-35 деген Қордайдың жобасы. Ауданның ішінде 2 үлкен шағым аудан бар, микрорайон. Батыс дейміз, шығыс солтүстік дейміз. Соған электр жарығының жобасы осы жақында аяқталды. Үлкен жоба, өйткені ауданда электр жарығымен кішкене проблемалар болатын. Сол жобаны аяқтадық. Енді тұрғын үй мәселесі бар, көп қой айта беретін. Енді жаңағы шаруалардың арасындағы жер мәселесі болған бізде. Жаңа Ақтас Қордай бар, Казексим бар, үлкен ірі жолдар бар. Мысалы, көп жылдан бері елдің аузында жүрген, мына шешімін тапқан, ол мына Қарасу ауылынан бастап, Қаракемер ауылына, Масаншы, Сортөбеге дейін 45 шақырым жол. Оны үкімет басшысы қолдап, бұл жасап алған. Осы жылы 4,5 миллиард қаражат бөлініп, 45 шақырым жол жөнделді. Күрделі жөндеуден өсті. Енді бұл жерде 14 елді мекен бар. Енді осы 14 елді мекенге баратын бірақ жол, сол жол түгел өзінің шешімін тапты. Жалпы үлкен жобаларға тағы да айтатын болсам, мемлекет басшысының тапсырмасымен біздің ауданымызда биыл қолданысқа 2 жайлы мектеп берілді. Жамбыл облысы бойынша біздің ауданда 2 мектеп іске асты. Біреу Қарасу ауылында, біреу Қаракемер ауылында. Енді қазіргі алда тұрған енді неге келетін болсақ, жобаға іске асыратын суармалы су мәселесі бізде күрделі. Өйткені білесіз, жалпы Жамбыл өңірі, оның ішінде біздің Қордай аудан, біз егіс алқаптарын суаратын суды Қырғыз мемлекетінен аламыз, Шу өзенінен аламыз. Бізде мына соңғы бірнеше жылдан бері осы су тапшылығы үлкен күрделі мәселеге айналып жүр. Енді бұл жерде де жалпы орталықта атқарушы орган бар, министрлік тарапынан, облыс әкімдігі бар, біздің тарапымыздан аудан бойынша 3 жоба іске асты, жасалды. Ол жаңағы Қалғұты су қоймасының проекттік сметалық құжаты мемлекеттік сараптамадан шықты. Қарақоңыз су қоймасын 2 есе ұлғайтуға мемлекеттік сараптамадан құжаты шықты. Қазір Ноғайбай ауылындағы 30 миллионды құрайтын су қойманың жобасы мемлекеттік сараптамада. Енді осы алдымыздағы жылы ауданымызда, Қордай ауданында осы Қалғұты су қоймасы мен Қарақоңыз су қоймасының құрылысы басталады. Үлкен су қоймалар. Енді ол тарихи жобалар, үлкен жоба. Тікелей мемлекет басшысының тапсырмасымен іске асып жатқан жоба. Енді осы жұмысты бастасақ та біз қуанамыз. Тамаша. Іске асса. Басталса енді бітеді ғой ол. Басталмыз. Сол бастап алу. Жаңа сұрақтан сұрақ туындап кетті. Тұрғын үй деп жатсыз ғой. Батыс 5 мөлтек ауданында осыдан 2 жыл бұрын тұрғын үй кілті мүмкіндігі шектеулі жандарға, жаңағы кезекте тұрған отбасыларға берілді. Бұқаралық ақпарат құралдарына тарады. Бірақ әлі күнге дейін тіркей алмай жүр, аттарын аудара алмай жүр, прописка қоя алмай жүр. Осы мәселеден хабардарсыз ба? Мемлекет тарапынан үй кезегінде тұрған тұрғындар үйді алады.
и несін істей алмайды. Әлі тіпті өздеріне құжатты да алмайды, прописка да қоя алмай жүр. Өздері тұрып жатқан үйде 2 жыл болған. Бұндай мәселемен маған қайырлаған жоқ тұрғындар. Жалпы үй мәселе, тұрғын үй мәселесі бойынша аудан әкімінің қабылдауында көп тұрғындар келеді. Біз Тараз қаласынан 2-ші орында тұрмыз. Бізде 3000-ға жуық азамат тұр тұрғын үй кезегінде. Тұрғындардың қайырлатын мәселесі тездетіп үй алсақ деген, кезекті жылжытсақ деген. Жалпы енді жаңа құжатты рәсімдей алмай жүр, пропискаға тұра алмай жүрмін деген ондай маған қайырлаған жоқ. Соны онда сізді құлағдар етіп қойын. Батыс 5-ші мөлтек ауданында. Қандай? Батыс 5 мөлтек ауданында. Аты жөні бар ма? Так. Қайырлаған кісінің. Қайырған бірнеше тұрғындар ол жерде. Мен барып сол жерден сіздің неңізді білемін де, 2 жыл бұрын бергенді, кілт табыстағаныңызды. Жоқ, біз биыл да бердік. Жоқ, сол кездегіні көріп сол. Биылдың өзінде біз қолданысқа мемлекет тарапынан 144 пәтерді қолданысқа бердік. Алдымыздағы енді осы жылда да біз қазір 120 пәтердің құрылысын аяқтап жатырмыз. Оны біз кілттерін көктемде табыстайтын боламыз. Қазір енді білесіз, заңда өзгеріс еніп, жалпы тұрғын үйлерді рәсімдеу жаңа отбасы банкіне өтті. Үкіметтің қаулысымен. Сол үшін енді қазір сол мәселе бір шешімін тапса, көктемде осы биыл біткен үйлердің бәрін тұрғындарға беретін боламыз. Тамаша, осы мәселені назарға алсаңыз, тұрғындардың айтуынша әлі күнге дейін аттарына құжатты рәсімдей алмай жүр, пропискаға қоя алмай жүр, және қазір аренда төлеп тұрып жатыр екен ол жерге. Одан кейін алдағы уақытта сатып алу керек деп айтыпты ол кісілерге. Осы мәселеге бір назар аударып қойсаңыз деп, сізге жеткізсек екен деп өтінішін білдірді. Жеткіземіз дедік. Жақсы, рахмет. Сұхбатыңызға көп рахмет, сізге сәттілік тілеймін. Сізге рахмет. Жақсы.